Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен біз қазақ елі арнасы. Бүгін біз сіздерге Мысырды билеген Мәмлүк бейбарыс сұлтан туралы айтатын боламыз. Алдымен видеоны соңына дейін көріңіз. Жамақ ұлы бейбарыс түркі әулеті Бахрейден шыққан мәмлүктердің Египетті билеген 4-ші сұлтаны. Оны тарихи шығармаларда бейбарыс деп те атайды. Оның шыққан тегі Қыпшақ. Бірақ қай жердің Қыпшағы дегенге келгенде әртүрлі деректер айтылып, бірі Хорезм, Дербент Қыпшақтарынан десе, екіншілері Маңғыстаулық дегенді айтады. Соңғы зерттеулер бұл келіспеушіліктің түйінін шешіп, бейбарыстың Қыпшақ тайпасының Беріш руынан шыққан атақты әулеттің тұқымы екенін анықтауға мүмкіндік берді. Араб елдерінің мың бір түнмен қатар қоятын халық романы Бейбарыста оның әкесі Жамақ, шешесі Әйек деп олардың нақты есімдерін атап көрсеткен. Бейбарыс өмір бойы Қыпшақ тілінде сөйлеген. Алдыңғы Азиядағы араб тілдес халықтармен тілмаш арқылы түсініскен. Бейбарыс Дамаскінің базарында 800 дирхемге құлдықта сатылғаннан кейін жаңа қожайыны Айдакин Бундақтаридің атымен Әл-Бундақтари деген есімге ие болды. Кейін Бейбарыстың ерекше қабілетін байқаған Аюби әулетінің сұлтаны Салих Нажмуддин оның өзінің жеке гвардиясының бір бөлімінде сардар етіп алады. Сөйтіп ол енді жаңа әміршісінің атымен өзіне Әл-Салихи деген есімді және қабылдайды. Ол осында жүргенде крест жорығына қатысушыларға қарсы күресте Египет әскеріне қолбасшылық етеді. Египеттің жаңа сұлтаны Айбек Аюби әулетінің соңғы бастаған кезде Бейбарыс бас сауғалап Сирияға қашып кетеді. Содан мәмлүктер Айбекті өлтіргеннен кейін ғана ол Каирге қайта оралады. Мұнда таққа жаңадан отырған Музаффар Сайфуддин Құтыз сұлтан оны әскеріне басшы етіп Сирия жеріне ішкерлей кірген Қыпшақ түркілерге қарсы жорыққа аттанады. Яғни ол кезде халифатты да және де бүкіл араб мемлекеттерін жеңіп келе жатқан Құлағу әскеріне қарсы тұруға аттанады. Бейбарыстың айтуымен Айынжауыт түбіндегі шайқаста Қыпшақ түркілерін ойсырата жеңген. Себебі Құлағу әскері оғанға дейін бірде-бір рет жеңіліс көрмеген болады. Осы соғыста Бейбарыс өзінің ержүректілігімен айрықша көзге түседі. Оны Құтыз неге екені белгісіз басқаларға сый-сияпат жасап, Бейбарысты елеусіз қалдырады. Осыған өкпелеген Бейбарыс өзіне ниеттес адамдармен келісіп, Каирге қайтар жолда Құтызды өлтіреді. Жақтастары Бейбарысты Египеттің сұлтаны деп жариялайды. Сөйтіп Бейбарыс Мысыр тағына отырады. Бейбарыс билік басына келісімен бар күш-жігерін крест жорығына қарсы шабуылға жұмсайды. Негізгі шабуыл 1265 жылы басталып, крест тағушы франктердің қамалдары бірінен кейін бірі алынады. Бұдан кейін кіші Армения патшалығына, кіші Азия селжұқтарына қарсы жорықтар жасап, берберлерді бағындырады. Бейбарыс медреселер салуға көп күш жұмсайды. Каналдар мен бөгеттерді жөндетеді. Каир қаласында ол салдырған мешіттердің бірі қазірде Бейбарыс мешіті деп аталады. Жат жұрттардағы Қыпшақ әдебиетінің бүкіл шығыс елдерінде кең тараған туындысы Қазақ сахарасының перзенті Қыпшақ сұлтаны Әз-Захир Бейбарыс жайлы қиссалар айтылады. Арабтың мәмлүк деген сөзінің көп мағынасының бірі аққұлдар. Ал осы мәмлүктердің бір тобы қазіргі Қазақ сахарасы мен Еділ, Жайық, Қара теңіз бойында Шыңғыс ханның Қыпшақ түркі шапқыншылығынан
болған қырғын соғыс кезінде тұтқынға алынған қыпшақтар болған. Біздің сіздерге осы бүгінгі ұсынған Бейбарыс Сұлтан туралы видеомыз ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, комментарий қалдырып кетіңіздер.